Егер үйде молшылық болсын десеңіз, еш әрекет жасамай-ақ табалдырығыңнан еніп, табағыңа түсіп тұратын несібеге қол жеткізгіңіз келсе, төмендегі құпиямен танысыңыз. Қазақ әр бала өз несібесімен туылады дейді. Бұл дүниеге келген әр адамның осы өмірден алар өз үлесі бар, өзіне тиесілісі бар дегені. Алайда ол несібенің аз не көп боларын ешкім болжай алмайды. Міне, несібе деген осындай көзге көрінбейтін, айқын білінбейтін, алайда әр адамға қажетті дүние. Асылында несібенің екі түрі болады екен. Біреуі еш әрекет жасамасаң да өзі келіп бұйырып, табалдырығыңнан еніп, табағыңа түсіп тұратын несібе. Екінші түрі қара еңбек, маңдай термен келеді. Алғашқысы Алланың сыйы, соңғысы Алланың әділдігі деп біліңіз. Кім-кімде болмасын несібесінің мол болғанын қалайды, әсіресе алғашқысын, яғни Алланың сыйын. Әрине, маңдай тердің деп орны бір бөлек. Әйткенмен үйіңе құт ұрыс кіріп келсе, жақсы жаңалықтар бірінен бір жалғасып жатса, өмірде айың оңынан, жұлдызың солыңнан туып, мол несібеге шомылып жүрсең, бұдан басқа қандай ғанибет болсын. Сол үшін ырымдап қазақ қандай да бір әрекеттер жасаған. Айталық, қазанды есік жаққа қаратып қисайта аспайтын болған. Өйткені ол құласа, несібе төгіледі, ырыс далаға шашылады деп сенген. Жаңа үй тіккенде де несібесі мол болсын деген ниетпен босағасын майлайтын болған. Несібе дүниеге адам келерде ғана өлшеніп, ол бұл дүниедегі ғұмырында бөлшектеліп беріліп отырмайды екен. Әр күннің несібесі бар деген жай ғана қалыптасқан сөз тіркесі емес. Ал әр күнге несібенің берілер уақыты таң. Таңертең арайлап атқан күннің шапағымен бірге жер бетіне адамзаттың несібесі де таралады екен. Кімде-кім таңмен таласып ерте тұрса, сол күнгі ырзық несібесі молынан жиналып алады екен. Осы орайда дана халқымыз ерте тұрған еркектің ырысы артық деген аталы сөзі еріксіз ойға оралады. Жоғарыда несібенің екі түрі болатынын айттық. Байқасаңыз, екеуін де беретін Алла, алу үшін сұрау керек. Алла тағала Бақара сүресінің 186 аятында, егер де сенен құлдарым мен туралы сұраса, мен оларға жақынмын. Менен сұраушының сұрағанын беремін. Ендеше менің әмірімді орындасын және маған сенсін. Мүмкін олар дұрыс жолға түсер деген. Пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Алла тағала ұялшақ әрі жомарт, ол құлының созған қолдарын құр қайтаруға ұялады деп айтқан. Ендеше қалай сұрау керек? Әрине, құлшылық амалдарымен, оларды білекті ерлермен қатар қалтыраған қартта, нәзік жанды әйелде жасай алады. Ниет болса болғаны. Шаңырағыңызға ризық несібенің қай уақытта кіммен келетін бір Алла ғана біледі. Бұған ауыздан ауызға тараған мына мысалды дәлел бола алады. Ертеде бір қонақжай кісі болған екен. Күн сайын үйіне бірнеше кісіні ертіп келіп қонақ ететін. Әйелінің болса бұл жағдайға жыны келіп жаратпайды екен. Ол жолдасына бірнеше рет күн сайын бір қонақты ертіп келесің, олар болса балаларымыздың несібесін жеп кетеді десе де, күйеуі қонақ әкелуін тоқтатпайды екен. Бір күні әйелдің шыдамы таусылып, ерін ертіп, ғұламаға ақыл сұрауға ертіп барады. Жолдасымның үйге қонақ шақырмаған күні жоқ. Балаларымыз өсіп келе жатыр. Олардың білім алуына жинаған ешқандай қаражатымыз жоқ. Тапқан ақшамыздың бәрі сол қонақтарды күтіп, оларды тойдыруға жұмсалып жатыр деп шағымданады. Ғұлама ер кісіні де шақырып алып, неге олай істейтінін сұрайды. Мен қонақ шақырмай тұра алмаймын. Асымызды қонақпен бөлсек үйге береке кіреді дейді ол. Ғұлама екі жақты да тыңдап, әйелден күнде 3-4 емес, бір ғана қонақ келсе наразылығы болатын болмайтынын сұрады. Әйел оған да риза емес. Мен балаларымның несібесін басқа жүргізе алмаймын деп тұрып алыпты. Күйеуі мен ғұлама екі жақтап үгіттеп, ақыры оның күнде бір кісі күтуге келістіреді. Алайда ертесі күні әйел күйеуінің бір емес екі кісі ертіп келгенін көреді. Ашуланса да онысын сыртқа білдірмей, ас үйге кіріп, 3 кісілік ас дайындайды.
Қонақтар кеткен соң қараса, дастарханда бір кісілік тамақ артылып қалыпты. Сонда әйел жолдасын, қонақтың біреуі неге тамақ ішпей кетті деп сұрайды. Жолдас аң-таң, қай қонақты айтасың? Мен бір кісі ғана ертіп келдім ғой. Бірақ әйелі бір емес екі қонақтың анық көргенін айтады. Өзара жорама жасай алмаған олар ғұламаның алдына қайта оралады. Ғұлама болған жағдайды тыңдап, жұбайыңыз рас айтады, үйге екі қонақ кірген, бірақ екінші қонақ адам емес, адам кейпіндегі несібе болады. Қарсы болсаңыз да дастарханды жайып, оларды жылы қарсы алғаныңыз үшін несібе. Оларға ас дайындаумен несібеңіз азаймайды. Өйткені әр қонақ өз несібесімен келеді. Тіптен несібесі өзінен 40 күн бұрын келеді. Яғни ешкімнің несібесін жия алмайды. Керісінше, есігінен қонақ енген үйдің несібесі артады, деп түсіндірген екен. Ендеше шаңырағымның, ол қызымның несібесі мол болсын десеңіз, үйіңізге шын ниетпен қонақ шақырыңыз. Ал бір үйге мейрамдыққа барсаңыз, я Алла, оларға берген ризық несібеңді берекелі ет, оларды өзің жарылқа, әрі өзіңнен рақым ете көр деп, қонақтың ас иесіне айтар дұғасын оқып кетіңіз. Несібелі де берекетті болуды қаласаңыз, иманыңызды қуаттайтын, әрі табысыңызға берекет беретін осынау құлшылықтарды күнделікті әдетіңізге айналдырыңыз.